дүниетану сабағын бастаймыз. Балалар, бізде өткен сабақта қандай тапсырма беріліп еді үйге? Ауа райы адамдарға қалай әсер етеді деген тақырып екен, иә балалар? Енді балалар мынандай сұрақтарға жауап берейікші. Болса балалар, бүгінгі біздің дүниетануда жаңа тақырыбымыз менің табиғи ортадағы қауіпсіздігім. Ашамыз бәріміз. Балалар, табиғат нешеге бөлінеді? Екіге. Қол көтеріп жауап береміз, иә балалар, иә? Енді қандай болып бөлінеді? Қол көтеріп жауап береміз. Димаш? Екіге. Орнымыздан тұрып жауап береміз. Қандай? Екіге. Тірі және өлі табиғат. Тірі және өлі табиғат. Ал енді жақсы. Тірі табиғатқа не жатады? Кім айтады? Расул айта ғой. Тірі табиғатқа өсімдік, адам, жануарлар. Жануарлар жатады. Неліктен оны тірі табиғатқа жатқызамыз? Дарға өзі толықтырып айта ғой. Өйткені олар жүреді, ауа жұтады, қозғалады. Қозғалады екен, иә балалар, иә? Жақсы, керемет. Келесі өлі табиғатқа шұғыла айта ғой. Өлі табиғатқа су, ауа, жылу, жарық жатады. Неліктен өлі табиғат дейміз біз оларды? Өйткені олар қозғалмайды. Қозғалмайды? Бір орында. Дұрыс айтасың. Жақсы. Қарайықшы. Табиғи орта деген не екен? Соған тоқтайық. Яғни табиғи орта дегеніміз видеодан көрсетіп жүр. Ал табиғи орта дегеніміз адамды қоршаған табиғи жағдайлары, жанды және жансыз табиғаттың алуан түрлі формаларының жиынтығын айтады. Табиғи қауіптер. Табиғи қауіптер деп нені айтамыз балалар? Қол көтеріп айтамыз, табиғи қауіптерге не жатады? Емран айта ғой. Өрт, не? Жақсы, өрт жатады. Тағы бейбас не жатады? Улы, Жәндік. жәндік. Жәндікте тағы ғизат не жатады? Тағы не жатады? Шұңжық, дала өрті. Дала өрті жатады. Там шопандар толықтырамыз. Су тасқыны. Су тасқыны, тағы ұмыртайын жүр. Найзағай мен дауыл. Ол тағы кім айтады, тағы абзал. Боран және Жер сілкінісі, тағы қандай не жатады? Тағы олай болса табиғи қауіптер деген не жататынын қарайық. Не жатады екен? Дала өрті, дауыл, жәндіктер, жер сілкінісі, құрғақшылық дейді. Мынау не? Найзағай, мынау не? Өсімдік, су тасқыны. Осы ішіне біреуіне тоқталып кетейікші балалар. Өсімдіктерде қандай қауіп келуі мүмкін адамға? Қол көтеріп айтамыз. өсімдіктерден улы заттар шығуы мүмкін. Қандай өсімдіктер мысалы? Қандай өсімдіктерді ойлайсың? Саңырауқұлақ. Саңырауқұлақтан уланып қалуы мүмкін. Неліктен саңырауқұлақтан уланып қалуы мүмкін? Оны жесең, ол көп болуы мүмкін. Улы және усыз саңырауқұлақтар болуы мүмкін. Тағы жәндіктерден қандай қауіп келуі мүмкін? Жәндіктен қандай қауіп келуі мүмкін? Айтамыз, жәндіктен қандай қауіп келуі мүмкін? Шұғыла. Жәндіктен кенеден қауіп келуі мүмкін. Өйткені кене адамның денесіне қонса, ол адам өліп қалуы мүмкін. Улы кенелерде болуы мүмкін, иә? Жақсы, керемет. Балалар, олай болса, мына жерде біз бейне көрініске назар аударайық. Мінекей жаңа бізде айтты, шыбын жұт деді. Шыбын жұт дегеніміз не ол? Саңырауқұлақ. Сол туралы ақпарат алып жүрейікші. Ол улы. Танымал және көп тараған улы саңырауқұлақ. Оны алыстан танып білуге болады. Алғаш саңырауқұлақ жинаушылар ақ саңырауқұлақтарды және оқ жаңбырықты, улы, ащы ақ саңырауқұлақтармен шатастырады. Балалар, олай болса, қазір топтық жұмыс орында 3 топқа 3 түрлі тапсырма береді. Бірінші топта өсімдіктерден келетін қауіп көтерілер, екіншісі жәндіктерден келетін қауіп көтерілер, қауіп қатерлер, үшінші топқа жануарлардан келетін қауіп қатерлер. Сол туралы жазамыз. Түсінікті ме балалар? Бірінші топ мінекей. Топқа берілген тапсырма жәндіктерден келетін қауіптер. Мысалы, кене, сона, шаян, улы шыбын, ара, маса, олардың барлығы бізге қауіп төндіреді. Мысалы, маса ол біздің қанымызға қонып, қанымызды сорып алады. Ал кене болса бізге жабысып, ол өзінің уын жіберуі мүмкін. Балалар, енді біздің немізде есте сақтау кітабымызда, тапсырмамызда бар, мінекей мына жерде де тұр. Табиғатта қауіп қатерлер. Бәріміз осы есімізде қалу үшін дәптерімізді ашып осыны жазып алайық, тез-тез жазып ала қояйық. Балалар, біз мысалы жаңағы өзіміз отбасымызбен саяхатқа шығамыз, серуендеуге,
сіз орманға баруыңыз мүмкін, немесе отбасымызбен суға түсуімізге баруымыз мүмкін, иә балалар? Сондай кезде бізге қауіп қатер төнген кезде сендер қандай алғашқы көмек көрсете аласыңдар? Көмек көрсетуді білесіздер бе? Кім біледі қандай көмек көрсете алады? Димаш айтарыш? Адамға дем беру. Ол қандай кезде дем береді? Адам демалмай жатқан кезде дем береді. Ол неден демала алмай қалуы мүмкін? Суда мысалы. Суға батып кетуі мүмкін, иә? Сол кезде судан алып шыққан кезде не істейсің? Дем бересің. Қалай дем бересің? Ауызбен дем бересің. Ауызбен дем бересің, Сосын өкпесін басасың. Иә, неге өкпесін басамыз? Өткен соның ішіне су шығады. Иә, дұрыс, адамды өкпесін басқан кезде не істейді? Ішіне жұтып қойған сулары сыртқа. Расул, сен қандай көмек көрсете алар едің? Қандай жағдайда? Адамды шағып алғанда, оны сорпаса, оны түкіріп тастау керек. Не шағып алғанда? Улы жылан. Улы жылан шағып алған. Келесі. Сау жүресің. Келесі. Сумен ойнама батарсың. Отпен ойнама күйерсің. Енді балалар бізге осындай мақалдар берген. Енді осыны қасымызда өзімізбен, жұбымызбен талқылаймыз, соның мағынасын түсіндіреміз. Түсіндіңдер ғой, иә, мақалдың? Кім дейін балалар? Өзі саққа Құдай жақ деген кім айтады? Аха, айта онда екеуі. Өзің аман сау сақтанып жүрсең, Құдай да сені сақтап жүреді. Иә, үнші сен не айтасың? Адам өзі сақтанып жүру керек. Өзім сақтанып жүруі керек. Сау жүрсең сау жүрерсің деген мақалды кім айтып береді, балалар? Айта ғой. Сау жүрсең сау жүресің. Өйткені сенің денеңе зақым келмейді, сау боласың, саған дым болмайды. Дым болмайды. Абзал? Мен жаңа Димаштың ойымен келісіп, мен де сондай ойды айтайын. Иә. Балалар, келесі. Сумен ойнама батарсың, отпен ойнама күйерсің деді. Кім түсіндіреді? Айта ғой. Сумен ойнасаң, жүзе алмай қалсаң, сол кезде батып кетуі мүмкін. Батып кетуі мүмкін. Балалар, бүгінгі біздің өткен сабағымыздың тақырыбы қалай аталады? Менің табиғи ортадағы қауіпсіздігім. Енді осында сен не түсіндіңдер осыдан? Осы тақырыпта не түсіндіңдер? Ол тақырыпта сақтанып жүруің керек. Сақтанып жүруің керек. Өйткені тауар атқанды бір жеріне кетсе жақындан қалуы мүмкін. Қандай қауіп қатерлер бар екен? Қандай қауіп қатерлер? Неде қауіптер төнуі мүмкін бізге? Айта ғой. Жанартау атқауы мүмкін, тағы. Жәндіктер келуі мүмкін. Емран тағы неден келуі мүмкін? Дала өрті.